Астана қаласының 20 жылдығы Мәскеу қаласында тойланды. Бүгін Ресей астанасында елорданың мерейтойына арналған шет мемлекеттердегі ең ауқымды шара өтті. Оның аясында архитектуралық көрме, халықаралық конференция және мерекелік концерт ұйымдастырылды. Сонымен қатар шараға қатысушылар Мәскеудегі ВДНХ көрме орталығындағы қайта қалпына келтіріліп жатқан Қазақстан деп аталатын тарихи павильонның жаңғырту жұмыстарымен танысты. Бұл нысан осы жылдың соңына қарай Астананың 20 жылдығы аясында ашылғалы отыр. Мынау Астананың шағын макеті. Бұл жерде бас қаладағы әсем ғимараттар мен ерекше құрылыс нысандарының шағын бейнесі көрсетілген. Бұдан бөлек елорданың өткен тарихы, қазіргі кескіні мен келешектегі келбеті де түрлі экспозицияларға қойылған. Астананың 20 жылдығына арналған шараға Қазақстан мен Ресейдің белгілі саясаткерлері, қоғам қайраткерлері мен архитекторлар қатысты. Олар қазақ елінде іске асқан мега жоба Астанамен жан-жақты танысты. Ауқымды шараны Мәскеу қаласында өткізудегі басты мақсат та осы. Петр I прорубил окно. Бірінші Петр Еуропаға жол ашып, Ресейдің жаңа астанасы Петербургті салды. Ататүрік Түркияны жаңғырту үшін орталықты Стамбулдан Анкараға көшірді. Осындай мықты мемлекеттердің ғана қолынан келген үлкен жобаны Қазақстан президенті сәтті жүзеге асырды. Жаңа елорданың салынуы бүкіл еліміздің дамуына ықпал етті. 20 жылдың ішінде Астананың халқы 5 есе өсіп, елордамыз 1 миллион 200 мың адам тұратын ірі мегаполиске айналды. Действительно, это крупнейший мегапроект. Астана дегеніміз шынымен де сәтті іске асқан ірі мега жоба. Астана қазір үлкен іскерлік, қаржылық және мәдени орталыққа айналды. 20 жылдық мерейтойға арналған бұл шараның Мәскеуде өтуі тегін емес. Себебі Ресей астанасы алғашқылардың бірі болып Астанаға бауырлас шаһар атанған. Біз Астананың ғана емес, тұтас Қазақстанның да ары қарай дами беруіне тілектеспіз. Шара аясында Астананың архитектурасы мен қала құрылысына қатысты халықаралық конференцияда өтті. Қос елдің вице-премьерлері бастаған мәртебелі меймандар ВДНХ көрме орталығындағы Қазақстан павильонының жаңғырту жұмыстарымен де танысты. Алғаш рет 1937 жылы салынып, 1954 жылы сәулеті өзгерген бұл нысан Кеңес одағы кезінде Қазақстанның халық шаруашылығындағы жетістіктерін көрсететін көрме орталығы болған. Кейін одақ тарап қараусыз қалған павильон енді президенттің тапсырмасы бойынша қайтадан жаңғырып, тарихи келбеті толық қалпына келтіріліп жатыр. Майолика воссоздана. Кезінде бұл павильонның күмбезі бұзылып, қабырғадағы бедерленген суреттер өшіп, тек 4 бұрыш қорабы ғана қалған еді. Қысқа уақыттың ішінде ғимараттың күмбезі, сыртқы ою өрнегі, мүсіндері, колоннасы түгелдей қалпына келтірілді. Павильонның ішіндегі жаңғырту жұмыстар жалғасып жатыр. Бұл енді ВДНХ-дағы ең әдемі нысанның біріне айналады. Мұнда келген адам павильонды көрген кезде өзінің Қазақстан азаматы екенін мақтан тұтатын болады. Қазақ ауылында болып, қолөнер шеберлердің жәрмеңкесін тамашалады. Тіпті еліміздің символы саналатын қыран құсты да қолына қондырып көрді. Қазақстан павильонындағы жаңғырту жұмыстары Астананың 20 жылдық аясында осы жылдың соңына қарай толық аяқталып ресми түрде ашылады. Алайда бұл орталық қазірдің өзінде тәуелсіз қазақ елінің, оның орталығы Астананың күш-қуаты мен айбынынан хабар беріп тұр. 20 жылдан астам уақыт бұрын Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Мәскеуде ресейлік журналистермен кездескенде жаңа Астана салу туралы жобаның бар екенін айтқан еді. Ол Ресейге де, Қазақстан үшін де өте қиын кезең еді. Сондықтан біз бұл идеяны іске асуы мүмкін емес, фантастика деп қана қабылдадық. Ал қазір қарасақ, Астана сол жоспардан да керемет болып салынды. 20 жылдың ішінде Астана әсем қалаға айналды. Бұл күндері әлем таныған Астана еліміздің ғана емес, бүкіл әлемнің саяси, экономикалық, ғылыми һәм мәдени орталықтарының бірі саналады. Бұл біздің емес, бүгінгі шараға қатысқан ресейлік қайраткерлердің ортақ пікірі. Нұртас Сұлтанұлы, Айнагүл Серікқызы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Мәскеуден.